ошондуктан мен бул сол кезде мен жаңағыдай көмектеским келип, бирден жаңағыдай ишке кирисип кеттим. Енді осы адам өз-өзіне қол жұмсауға байланысты, суицидқа байланысты мен расымен де өзімнің ғана тәжірибемден, басымнан өткен жағдайымда белгілі болғанмен де, бірақ мен оқыған, жаңағыдай айтады ғой, психологиялық кітаптардан оқығандығыммен екеуі екі түрлі нәрсе болып келді да, кәдімгі сәйкесінше реальностьта дейді ғой, шынайылықта келген кезде, психолог ретінде көмектескім келген кезде мен осы жерде кішкене біраз қиналып қалдым, шыны керек. Окей. Рахмет. Ал қазір бізде компьютерде отырған кім бар қазір мәтінді оқуға? Қарлығаш, ұлдар. Екеуіңізде компьютер ма? Көздеріңіз жақсы көреді, оқисыздар. Автор мен психологты біреуіңіз оқыңыз. Қарлығаш, оқисыз ба? Я оқимын. Я, ал клиентті онда екіншіңіз оқыңыз. Әйгерім, сіз қазірше микрофонды өшіріп қойыңыз. Әсем 20 жаста. Әлеуметтік жағынан толық отбасы, оқу білім жағынан да өте жақсы. Психикалық тұрғыда да қалыпты, мінезі бір қалыпты. Үнемі көңілді күйде жүреді. Топтың ішіндегі ең көңілдісі осы Әсем. Маған таңертең сағат 5:30-да WhatsApp-қа одан: Әйгерім Сайрановна, маған сіздің көмегіңіз керек. Қатты қиналып тұрмын деген SMS келді. Бірден оған хабарластым, бірақ ұзақ уақыт алмады. Мен ол алғанша хабарласа бердім. Даусы дірілдеп тұр. Психологты мен оқимын, Иә. Алло, Әсем, бәрі дұрыс па? Қалың қалай? Сайрановна, бүгін кездесейікші. Сағат қаншада бос боласыз? Бүгін күні бойы боспын. Кездесейік. Уақытын айтыңыз. Сағат 8:30-да. 309 кабинетте күтемін. Сессия. Сәлеметсіз бе? Кірсем болам ма? Әсем бұрынғыдай емес. Көңіл күйі мүлдем жоқ. Көзі ісіп қызарған. Әбден жылағаны көрініп тұр. Сәлеметсің бе? Әрине, кіріп отыр. Қай жерің ыңғайлы, сол жерге отыра ғой. Ойыма не бір ойлар келді. Бірінші ойым зорлық болды ма деген ой. Жерге отырайыншы. Қолындағы сумкасын қойып, аяқ киімін шешіп, жерге отыруға ыңғайланды. Мен де жерге отыруға ыңғайланып, аяқ киімді шешіп, қасына отырдым. Үнсіздік. 5 минут отырды. Менің де бас салып сұрақтың астынан алғым келмеді. Өзінің бастағанын күтіп отырдым. Клиент екі бүктеліп отырды. Тізесін қатты құшақтап, үнсіз көзінен жас ағып отыр. Әсем, тізеңді құшақтама. Қасыңа жылжып отырып, қолып тізесінен алдым. Қазақта тізені құшақтасаң, жалғыз қаласың деген ырым бар. Жалғыз қалғым келеді. Ішім алай-дүлей. Білсеңіз ғой жанымның қалай ауырып отырғанын. Айта ғой, жаның не үшін ауырып отыр? Орнымдан тұрып, салфеткамен су әкелдім. Салфетканы алып, көзінің жасын сүртіп, суды ішпеймін деп басын шайқады. Үнсіздік, ашулы даусымен. Мен бүгін өзіме өзім қол салғым келді. Бірақ олай жасамадым. Артымдағы сіңілі мен інімді ойладым. Мен үйдің үлкенімін. Мен өлсем, бұл екеуін басынады. Кім қорғайды? Жылап жіберді. Осы жерге дейін болған жағдайды толығымен айтып берші. Сен айтпасаң, мен қалай көмектесемін? Негізі, Көз жасын сүртіп, денесін тік ұстап, шашын артқа қайырып, бойын жинап алды. мазасызданып жүргеніме 4 күннен асты. Бүгін 5-ші күн. Маған ешкім айтпады, өзім естіп қалдым. Анам 3 күн қатарынан қатты ішті. Анасы мұғалім, әкесі кәсіпкер. Анасы 2 аптаға больничный
аштыртқан екен. Әкемнің әпкесі қасында жүр. Анамды туғалы осындай күйде бірінші рет көрдім. Тойда бір жиында ішетін, бірақ осылай ес-түсін біле жатқанын бірінші көрдім. Мен де осы кезде әкесі тастап кеткен болар деген ой келді. Әкеңіз қасыңызда ма? Әкем бір апта болды үйге келмеді. Мен анамның не үшін қатты қайғырып жүргенін 5 күн бұрын білдім. Үй жинап жүріп, әкемнің әпкесі мен анамның сөздерін байқаусыз құлағым шалып қалды. Венера, бұлай болмайды, өз-өзіңді қолға ал, балаларыңды ойла. Бір мен емес 3 балаң бар. Кішкентай Асылбекті ойла. Енді ғана 4 жасқа келді. Әділ оңбағандық жасады деп ойламаймын. Жас кезінде қателігі шығар. Бірақ сендердің семья болғандарыңа 20 жыл болды. Тату-тәтті өмір сүріп жатқанда ол қыз сендердің семьяларыңды бұзбайды деді әпкемнің әкесі. Ол қыз қандай қыз? Әкем бізді тастап жас әйел алайын деп жатыр ма деген ой келді. Жақынырақ барып тыңдадым. Анамның жылаған дауысы естілді. Рая, ол қызды қабылда деп отыр. Жасы 22-де екен. Менсіз өскен, өзі іздеп келді. Мен оған да өзімнің балаларымдай көмектесейін, қабылдайсың. Өткен уақыт өтті, бірақ ол қыз менің қателігім емес, мен білмедім. Егер білгенімде анасының қосылар едім деді. Осы кезде басым дыңылдап кетті. Не деп жатырсыңдар деп айғай салғым келді. Өзімді тоқтатып, бұл туралы анам өзі айтуы керек деген ойға келдім. Түн болды, көңіл күйім жоқ. Дастархан басында анамнан сұрағым келді, бірақ батпадым. Тамақ ішкен қалыпта отыра бердім. Сіңілім мен ініме қарап қоямын. Олар түк сезбейді. Інімді көтерген кезде анамның қалай қиналғаны есіме түсіп кетті. Әкемді жақсы көргендіктен ұл тауып беруді мақсат етті. 43 жасында емделіп, 45 жасында ұл туып берді. Сонда әкем біз танымайтын қызды осы дастарханда бірге отырып ас ішсін деп отыр ма? Әкеңізбен сөйлестіңіз бе? Әкем бір апта ауылға кеткен. Шаруашылықтың бәрі ауылда. Әкем келді. Бетімнен сүйіп қолындағы мына айфонды алып берді. Жақсы көретін түсің фиолетовый ғой деп, бірақ қолына қызыл айфонды ұстап бағасын қарап тұрды. Анама алайын деп тұрған жоқ. Ол сыртынан пайда болған қызын алғысы келіп тұр. Бетімнен сүйіп, Әсемов, сені ғылыми зерттеу жасаған үшін төсбелгі алдым. Сол үшін бұл менің сүйенішім. Соңғысы болмасын деп бетімді тағы сүйіп, иығына қысып қояды. Әкемді қатты жақсы көремін, қызғанамын. Ана қыздан қызғанамын. Әкем оның алдында да өзін кінәлі сезінеді. Сондықтан мен көбірек еркелетіп, уақыттың бәрін сол қызға арнайтын сияқты. Арнайтын сияқты, бірақ арнамады. Сен маған қарашы, сен кімді көбірек ойладың осы 5 күнде? Інім мен сіңілімді ойладым. Олар әлі кішкентай. Кімге көбірек жаның ашыды? Ойланып отырып. Пайда болған қызға жаным ашыды. Негізі бұл жауабы маған ұнады. Жаныма тыныштық бергендей болды. Неге? Толыққанды жауап алғым келді. Жанның ауырғанын осы жауаптары емдейтінін сездім. Енді ол 22-де. Әкесіз өсті. Ол қыз ішінен қиналған кездері болған шығар, жылаған шығар. Негізінен әкесіз өскен қыздарға жаным ашиды. Көзі жылтырап, жүзі өзгеріп кетті. Осы 5 күнде неден қорықтың? Қыз әкемді алып кететін сияқты болды. Әкем соның анасын тыңдап, біздің анамызды тастап кететін сияқты болды. Әкеңмен не анаңмен сөйлесуге тырыспадың ба? Тырыстым. Анам 3 күннен кейін түк болмағандай болып бізді құшақтап еркелете бастады. Қасымызға жатты. Түнде сіңілім бірдеңе сезгенде, анашым, әкем келе ме деп сұрап қалғанда көзіме еріксіз жас келді. Анамның даусы дірілдеп, иә келеді, келмегенде қайда барады деп күліп жауап берді. Осы кезде сұрағым келді, бірақ батпадым. Әсем, неге өз-өзіңе қол салғың келді? Әке, анаң да бұл ситуацияны дұрыс қабылдап жатқан сияқты. Аның әкеңді қызғанды. Ол әйел адамдардың бойында бар қасиет. Сен неге өміріңді қиғың келді? Білмеймін, әкемді жек көріп кеттім. Осы 5 күнде көңілім қалды.
қабылдайсыңдар деп отыр. Біз танымайтын адам 22 жылдан соң қалай бізбен бір дастархан басында отырып тамақ ішеді? Мен түсінбеймін. Танымасам да сол қызды жек көремін. Әкем мені сатып кеткендей болды. Осы кезде қыздың әкесіне деген махаббатын ешкіммен бөліскісі келмейтіндігі және эгоизмі жоғары болып көрінді. Сен әкеңді сіңілім мен ініңнен де қызғанасың ба? Ойланып қалды. Басында інімді қызғанғанмын, кейін басып қалды. Мен осы жерде неліктен қол жұмсағысы келгендігі жайлы сұрағым келді, бірақ өзімде сенімсіздік пайда болды. Қазір өзіңді қалай сезініп отырсың? Жеңілдеп қалдым, бірақ бұл жағдайды жібере алмайтын сияқтымын, ұмыта алмайтын сияқтымын. Осы кезде мен өзінің әрекетіне сырт көзбен көруін қаладым. Және бұл кезең өткінші кезең екенін, қызғаншақтық сезімі басымырақ болып кеткенін жеткізгім келді. Әсем, қазір әдіс жасаймыз. 3 рет қатты демал. Енді басынан бастайық. Сен естімей тұрған кезге дейінгі көңіл күйің қалай болғанын маған айтып отыр. Клиент көзін жұмып, басын изеді. Көңіл күйім жақсы болды. Төсбелгі алғаным үшін ата-ананың қуанғаны, туған туыстар мені құттықтап жатыр. Кішкентай болса да бұл мен үшін үлкен жетістік және үлкен еңбек. Сол үшін ішімде қуаныш сезімі. Осы сәт маған қатты ұнап тұр. Бәрі бақытты, бәрі қуанышты. Жақсы, көзіңді ашпа. Осы болып жатқан ситуацияға тап болған кезіңді көз алдыңа елестетші. Алғашқы күйзеліске түскен кездегі сезімің қандай болды? Мен оның күйзелісі анасы мен әпкесінің әңгімесінен кейін басталды деп ойладым. Әкеммен бірге телефон алуға барғанда және әкем мені құшақтап тұрып басқа телефонның бағасына қараған кезден бастап жаным ауырды. Жақсы, көзіңді аша ғой. 2 эмоциялық күйді қайтадан басыңнан кешірдің. Енді екеуін салыстырайықшы. Қарандаш пен қағаз бердім. Ең бірінші эмоциялық күйіңді, одан кейін екінші эмоциялық күйіңді салып көрсетші. Шеңбер ретінде немесе жай ғана нүкте ретінде де көрсетуіме болады. Қағаз бен қарандашты қолына алып шеңбер салды. Бірінші шеңберді мен екінші шеңберді салды. Бірінші шеңберді бояған жоқ, екінші шеңбердің сыртына шығарып қойды. Қай эмоция басымырақ болып тұр? Бірінші эмоция басымырақ және осы эмоция ұнайды. Оны неге боямадың? Осылай аппақ таза болғанын қалаймын. 2 шеңбердің біреуін өзіңмен алып кетуің керек. Қайсыны таңдайсың? Екінші шеңбер кішкентай, сосын мен оны боядым. Ол тасқа ұқсап қалды. Ауыр тасты алып жүргім келмеді. Оны умаждап жаман қағазға айналдырдым. Қолына қайшы бердім. Ұнаған шеңберді алып кет. Ұнамағын қоқыс жәшігіне тастап кет. Және бұл эмоция қайталанғанда бірінші эмоциялық шеңберді есіңе ал. Қайшымен қиып, ұнаған шеңберін қалдырып, екінші шеңберді жыртып қоқыс жәшігіне салды. Мынаны түрлі түсті қарындашпен боясам бола ма? Әрине, түрлі түсті қарындаш бердім. Бояп отырып. Сайрановна, рахмет сізге. Мен қазір сіздің менің есіме түскеніңізге қуанып отырмын. Және келгеніме еш өкінбеймін. Кез келген жағдаяттан шыға білу керек. Сенің өзіңнің жағдайыңды әкең мен анаға ашық сөйлесіп айт. Ашуланбай, ортақ шешімге келе алатын, есейген адам екеніңді, отбасыңды сақтап қалу үшін дұрыс шешім қабылдай алатыныңды дәлелде. Окей. Ал Әйгерім қайтып беріңіз енді. Басқалар микрофонды өшіре тұрыңыздар. Кімнің балдары шулап жатыр, кімнің телефоны дыбыссызға қойыңыздар. Қайдасыз, Сайрановна? Так, Бибігүл неге қосасыз микрофонды? Сіз сөз алып жатқан жоқсыз ғой, Бибігүл. Анна Шулап жатыр ғой.
Түсінбедім. Айгерім бұл сіз ба? Бибігүл дегеннен кіріп тұрған енді? Жоқ, Анна ханым, мен Сайранна болып тұрмын, Айгерім Сайранна болып. Бибигүл ханым ол микрофонды қоса алмай отыр, ана жерде шұқылап отыр. Жоқ, қоспасын, ол керісінше қосып тұр ғой, балдар шулап жатыр ғой. Маған тек Айгерім керек. Айгерім, енді сізбен бастайық. 5:30-да айтыңыз, неге сіздің WhatsApp-ыңыз қосулы тұрады? Сіз 5:30-да ұйықтамайсыз ба? Негізі мен өзім сағат 3-4-ке дейін жүрем, кейде таңға дейін жүре берем. Шыны керек. Кішкентай қызым мазасыз. Сонда жұмысқа бармайсыз ба? Барам жұмысқа. Нешеде барасыз жұмысқа? Жұмысқа 7:30-да шығып кетем. 8 болмай жұмыста болам. Ендігі түнде онда қанша сағат ұйықтайсыз? Бүгін түнде сіз ұйықтаған жоқсыз, одан кейін ұйықтайсыз ба? Мен негізі 3-4 сағат қана ұйықтап жүре берем. Онда Айгерімнен үлгі алмаңыздар. Мен қазір тыңдап отырған қанша? Менен басқа 26 адамсыздар. 5:30-да WhatsApp деген өшіріліп тұру керек. Білесіздер ме? WhatsApp-тың дыбысын өлтіріп тастауды, өшіріп тастауды. Өзіңіз аямасаңыз, сізді кім аяйды? Кішкентай қызыңыз беймаза. 3-4-ке дейін ұйықтай алмай жүресіз. Оның себебін әрине ол жеке анализді талдау керек шығар. Бірақ мынау 5:30-да иттің иттақайы звондай берсе, сіздер әр күні 5:30-да жауап бере бересіздер ме? Тағы не деп тұрсыз? Бірден хабарластым, ол алғанша хабарласа бердім. Не болды? Неге үйттіңіз? Айгерім, сізден сұрап тұрмын. Менде қорқыныш сезімі болды. Не деп ойладыңыз? Неден қорқтыңыз? Мені естіп тұрсыз ба? Естіп тұрмын, аха. Неден қорқтыңыз? Кішкене даусыңыз кешігіп кеп жатыр да, содан кейін. Неден? Мен бұл кезде маған хабарласқаннан кейін мен бірден көрдім де сообщениенің келгенін. Содан бастап мен кәдімгідей қайта звондай бердім. Мен кәдімгідей қатты уайымдап кеттім. Өйткені мен білем, кез келген жаңағындай адам болсын, оның жаны болғаннан кейін ол кез келген уақытта қиналған кезде ғана хабарласып тұрады. Ол кім болмаса да. Ол менің жаңағындай өзімнің жаңағындай сабақ беріп жүрген нем болса да, студентім болса да, жаңағындай оқушым болса да. Содан кейін хабарласып, жауабын алғаннан кейін мен бірден қуанып кеттім. Өйткені мен тіпті былай да ойладым, хабарласып жатқан кезде, енді мен ол қыздың адресін білем ғой деп, бір жағынан өзім компьютердан несін іздей бастадым, адресін іздей бастадым, бұл қыздың списогын көріп, ойластыра бастадым, тағы қандай қыздармен сөйлесуші еді, бұл көбінесе кімдердің қасында жүруші еді деген сияқты, сондай ойлар келе бастады. Айтады ғой, енді план Б болды да менде. Тіпті болмаса мен барам деген сияқты бір сондай ойлар келді. Сонда 5:30-да үйден шығып кетуге дайынсыз ба? Жаңа беймаза кішкентай қызың кімге қалдырасыз сонда? Үйде басқа адамдар бар ма? Енді кішкентай қызында үйде ойладым, үлгерем, енді нем бар ғой, қайын сіңілім бар, үйде барлықтарын аяқтарын тік тұрғызамын. Оның үстіне мен өзім алыстан келемін де, Талдықорғанға, Абай деген ауылда тұрам, сол жаққа беріп жүрмін ғой сабақты университетте. Сонда атамды да нетуге дайын болатынмын, оятуға. Енді ол кісілер ерте тұрады ғой, онсыз да. Айгерім, мен не естіп жатырмын қазір? Сол бір студентке бола, бүкіл отбасыңыз садақа ғой. Кішкентай қызыңызды сатып атсыз, қайнатаңызды сатып атсыз, қайын сіңліңізді сатып, бәлігін тік тұрғызам, бәлігін
аяғын бір етікке тығам деп тұрсыз ғой. Сонда сіз үйде тирансыз ба? Үйдегі тиран адам, мен ойлайтын едім, ол жақсы психолог па деп. Жоқ, сұрар едім. Әріптестер, мен тағы да айтып отырмын, бұл мен сіздерге көрсетейін дегенім жеке супервизия. Сондықтан құпиялы қағидасы. Жарайды. Я мынау SMS-тен кейін әрине сіз сезімталсыз, сезімдердің барлығын бірдеңені біліп қалдыңыз, бейжай емес екенін. Бірақ отбасыңыз отбасы, өз басыңыз өз басы, оны ұмытпаңыз. Енді мына жерді айтайық. Бүгін күні бойы боспын. Сіз сонда психологсыз ба университетте? Сонда күні бойы боссыз ба? Сізге сонда ешқандай студенттер келмей ма? Ешқандай консультация жүргізбейсіз ба? Негізі тура сол күні мен өзімнің кәдімгі бос күнім болды. Ешқандай сабағым жоқ өткізетін. Тура сол күнге келді де, сол уақытта звондады, жаңағыдай бос уақытым менің. Мүлдем жаңағыдай окно дейді ғой, мүлдем бір четверг күні болған, ешқандай сабақ жоқ. Сіз сонда мұғалімсіз, сіз психолог емессіз. Мен университетте сабақ бердім. Сонда мұғалімсіз. Иә, педагог, психологтың мамандықтарына өзім сабақ беріп жүрдім. Ал қазіргі таңда тура қазір осы өзімнің көп қателіктерімді түсіндім де, ары қаратай жұмыс жасау үшін мен сол 10 жыл университетте істеп жүріп, бірден бітіре салып істеп кеттім университетте. Сосын кейін осы университеттен бас тартып, мен қайтадан мектепке келдім. Өзімнің осы ауылыма жақын Қарабұлақ деген жерге, сол жерге мектепке жұмысқа орналастым. Психолог болып. Окей, ол қазір, енді мынау біраз күн болған ғой. Сонда көрдіңіз ба? Бұл қандай бір бақытты, тырнақшаның ішіндегі бақытты психолог, күні бойы бос. Сонда жаман психологтар күні бойы бос шығар. Оған ешқандай адам жазылмаса, клиент жазылмаса. Одан кейін психологтар ешқашан клиентке уақытыңызды айтыңыз деп айтпайды ғой. Мен уақытты айтам. Я қандай шұғыл шаруа болмаса да, ертеден кейін осындай уақытта. Немесе бір аптадан кейін кешке келе алмаймын десе, жарайды, онда бір аптадан кейін күндіз осындай уақыт деп. Менің уақытым бос емес. Сөйтіп өзін сыйлайтын, жұмысын сыйлайтын, күніге клиенттерді қабылдайтын психолог мынандай сөйлемді айта алмайды. Не дегенде оның бос уақыты болмау керек. Ең кемінде онлайн супервизияда қатысып отыру керек. Жарайды, ол бақытты қыз деп айтайық, сол күн бір бос күн болып қапты. Бұны келістіңіз. Ал енді келгенде мына жерде кешікпей келді ме? Айтқан уақыттан ертерек келді негізі. Сіз де асықтыңыз, ол да асықты. Сондай болып тұр. Сіз өзіңіз жұмысқа күніге асығыс келесіз. Жұмысыңызды жақсы көресіз. Бірақ байқап отырмын, отбасыдан қашып тұрсыз. Отбасыдан қашып тұрсыз. Бақыт деген кім? Бақытты адам таңертең жұмысына күліп ойнап жүгіреді, кешке үйіне күліп ойнап жүгіреді. Сізде онда жартылай бақыт болып тұрған. Жарайды. Бұрынғыдай емес дегеніңіз, қашан бұрын оны көрген едіңіз? Мен сол аптаның алдыңғы апталарында біз жаңағыдай не жүргіздік. Сол топпен мен жемқорлыққа қарсы күрес деген сондай бір үлкен тәрбие сағатын өткізген болатынмын. Сол кезде ол басқа уақыттарда бірінші, екінші курстарда үнемі бәрін өзі жауапкершілікпен алып, өзі айтып жүретін. Сайрана, мен былай істеп сайын, мен осындай идеям бар деп. Сол кезде біз сол дайындықты бастаған кезден бастап, сол бір апталық дайындықта мен байқап қалдым, жаңағыдай бәріне келісіп отырды, басын изеп, я мен жасаймын деп басын изеп отырды. Одан кейін жаңағыдай бір отырған сол партада, яғни сол аудиторияның сол отырған партасында сол жерден тұрмады ол. Мен содан байқап қалдым. Одан кейін өзім лекция өткізем ғой, сабақ оларға. Сол кезде жаңағыдай кіріп келген кезде ой басқада отырады. Одан екі рет байқап қалдым, жаңағыдай дәптердің несін лекция жазып отқан кезде орын тастап кетіп отырды.
кейін көшіріп алам деген мен көрсетіп, қолмен көрсеттім күліп деп нетіп едім, үлгергенімше жазып алам деп жаңағыдай өз несін ақталғандай болды. Сол кезде мен байқап қалдым. Онда енді түсінікті болды. Мына жерде 5:30-да жазғанда, одан бір апта бұрын мына жерде сіз байқап жүрдіңіз. Саналы түрде мына қыздың іс-әрекетінде өзгерістер бар. Мен тікелей сөйлескен жоқсыз, бірақ өзіңіз соны сұрақ белгісі ретінде ішіңізде алып жүрдіңіз. Сонда сіздің ішіңізде жаңа беймаза, уайым сол қыз туралы, ал енді 5:30-да жазғанда әрине жаман ойлар бірдеген ытып келді. Сонда сіз іштей дайын болып тұрсыз. Осы қыздан хабар келгенде, жамандық болып қалды деп. Дайын болдым. Окей. Жарайды, жас қыз болғандықтан зорлық деп ойладыңыз. Ал жерге отырайықшы. Сонда сіздің кабинетіңіз не? Кілем төсек қойғансыздар, көрпеше төсек қойғансыздар ба? Бізде негізі 309 аудиторияда психологиялық кеңес беру аудиториясы біздің университетте. Сол жерде біз жаңағыдай бұрыш жасап қойған болатынбыз, жаңағыдай бірден ыңғайлы отырғанға сол жерде 1-2 адаммен отырып сол жерде жаңағыдай сөйлескен. Біз сол жердің өзіміздің психологтарымыз бар ғой, жаңағы Ақмарал Шахарбергеновна деген, сол бір не берген болатын, ұсыныс жасаған болатын, жаңағыдай жерде отырып, заземленно дейді ғой, сол жерде отырып жаңағыдай сөйлескен жеңілірек болады деп сондай бір неткен болатын, бір тәжірибе сияқты сондай бір бұрыш жасап қойған болатын. Біз жаңағыдай 4 неден деңгейде бар, жерге отырып сөйлесу, одан кейін жаңағыдай бетпе-бет отырып сөйлесу, және де алыста отырып сөйлесу, кресло алыста тұрады, сол алыс жақта отырып сөйлесу деген сияқты. Енді психологиялық консультация деген сабақ бар ғой, бізде сол жерде біз сол аудиторияда өткіземіз сабағымызды. Сонда бір күні отырасыздар, бір күні жатасыздар, бір күні тіке, бір күні жақын, бір күні алыс па? Әртүрлі ме? Бір студент келсе, әртүрлі жағдайда консультация өткізесіз бе? Әр студент келген кезде, енді мен сол уақытта сол аудиторияны өзім алдым да, сол аудиторияға келсін деп өзім ойладым негізінен. Жоқ, аудитория бір, жарайды, ол бір. Бірақ көрдіңіз бе? Ол бүгін келді, отырды. Сонда ертең келеді, енді жатамын дейді. Сонда сол ыңғайлы жерде жата салады. Онда сіз де қасына жата саласыздар ма? Одан кейін жатасыздар, одан кейін жыныстық қатынас басталып кете ме? Жоқ. Оны сіздер ойланыңыздар. Жарайды. Одан кейін ол үндемей отырды. Мен бас салып сұрамадым дегеніңіз дұрыс. Не дегенде ол іштей жиналу керек. Іштей өзі басталып. Біз алғашқы минуттың бәрігін жұмысымыздың басының иегері, қожайыны клиент деп білеміз. Сондықтан клиент сөйлемейінше біз сөйлемейміз. Біз күте тұрамыз оны. Уже оның ішкі жұмысы басталды. Көрдіңіз бе? Үнсіз көзінен жас ағып отыр. Сізге келіп, жылап алғысы келіп отыр. Ал енді мына жерде. Жаңа мына жерде жерге отырайықшы деп жерге отыратын, білмеймін ғой, сіздер қазақи ма, ауылбайский ма, бір кабинет дайындап қойғансыздар әйтеуір. Енді сіздер осы жерде тек қазақи. Мына жерде мен ойлаймын, сіз психологтың несінен өтіп кеттіңіз, педагог болып кеттіңіз. Қазақта тізеңді құшақсаң жалғыз қаласың деген ырым бар. Сізге не, қазақтың салт дәстүрі деген сабаққа келіп отыр ма оғыз? Оның жаны ауырып отыр. Сол жылап көрсетіп отыр. Сіз оны үйретіп атсыз, сынап атсыз, шапалақ беріп атсыз. Елестетіп көріңіздер қазір 26 адам осындағылар. Сіз жылап отырсыз, ал психолог қасыңызға келіп, сізге шапалақты бір беріп отырады. Тізеңді құшақтама, жалғыз қаласың. Қазақта сондай ырым бар деп. Сонда екеуіңіздің араңызда не болып отыр? Міне, бір дегені қарсыластық болды. Жалғыз қаласың десе, жалғыз қалғым келеді. Міне, бір дегені сізге қарсы тұрды. Сондықтан мына жерде педагогиканы алып тастап, ең кемінде, қиналып кетіпсін. Қиналыпты да қоспасаңыздар, десеңіз болды ғой, өзі түсініп тұр. Сіз оған лекция оқып, тәрбие сабағын бастап кетіп жатсыз.
Психолог тек психологтың позициясында қалу керек. Міне, сіз оны тәрбиелесмесеңіз де ол өзі шындығын аржанда айтатын. Жалғыз қалғым келеді. Міне, жанымның қалай ауырып отырғаным. Мүмкін мен мына жерде тағы да ай деп айтатын бедім. Ай деп. Не дегенде ол өзі айтайын деп тұр ғой. Мен қыстырыла берместен, оған біз 45 минут сессия болса, соның көбінше уақытты біз клиентке беруіміз керек. Сол ақша төлеп жатыр, мысалы бізде, сол сөйлеу керек. Енді сіздер студент ақша төлемейтін шығар, бірақ сол үшін сіз ақша алып жатсыз ғой енді. Сол клиентті қабылдағаныңыз үшін сізге ақша төлейтін шығар. Жарайды, бірақ енді жаның не үшін ауырып тұр? Сұрақ белгісін қоймауды үйреніңіздер. Одан да көп нүкте. Айта ғой дегеніңіз, бұл да бұйрыққа ұқсап тұр. Мысалы, жаның ауырып тұр ғой. Осы идея түсінікті ме? Бұйрық бермейміз, леп белгісі жоқ. Айта ғой, леп белгісі. Неге ауырып тұр? Ол сұрақ белгісі. Бірақ мына жерде біз оған тек қосыламыз. Жаның ауырып тұр ғой. Я, жарайды, одан кейін салфетка су әкелдім. Біздің кабинетте, мысалы мен топтық жұмыс жүргізем ба, 10 шақты адам кабинетте отырады. 4-5 жерде менде салфетка тұрады. Ол мен күніге тұрып, әркімге салфетка бермеймін. Бір 2 адамның арасында бір салфетканың пачкасы тұрады. Сондықтан сіз біраз клиенттермен, біраз студенттермен отырып жұмыс істейін дедіңіз ба, онда отыратын жеріңізде бір салфетка тұру керек шығар. Тұратын жеріңізде бір салфетка, жататын жеріңізде тағы бір салфетка. Бәрін дайындық қойса алдын ала. Сонда ары бері тұрып жүрмейсіз. Мысалы, біздер ешқашан су бермейміз. Қабылдау бөлмесінде су бар, алдын ала маған келем десе, сол жерде суын ішіп алады. Менен шыққаннан кейін 45 минуттан кейін қайтадан суын ішіп алады. Біз уақытты ондайға кетіп жатқан жоқпыз. Бірақ сіздер педагог, сіздер таза психолог емессіз, сонымен ырылдатып педагогиканы қосып жатсыз. Міне, суды ішпеймін деп тұр, ол қазір суды ішуге мұршасы жоқ, оның шамасы жоқ оған. Сізге сенеді. Сондықтан шындығын сізге бір деген айтып жатыр. Бұл жерде сіз қуана беріңіз. Онда тек әсем емес, басқа да студенттеріңізге сенімдік, сізге деген сенімдік сезімін сіз орната білдіңіз, енді 10 жыл жұмыс істесеңіз. Бұл енді жақсы белгі, не дегенде ендігіде әсем қиналса, әсемге ұқсаған қыздар, жігіттер қиналса, сізге келетін түрі бар. Окей, сіз қуанып қалдыңыз, олай жасамадым. Бірақ мен мына жерде сіңілімен інімді ойладым деген жерде мен өзіме өзім қазірше сұрақ белгісін қоямын. Неге өзін ойламайды? Неге шешесін ойламайды? Не дегенде сіңілісі мен інісін ойлап кетті. Жарайды, оны өзім басымда сұрақ белгісін қойып қойдым, оған кейін жетеміз деп. Міне мен өлсем бұл екеуін басынады. Кім қорғайды? Менің сұрағым күшейіп жатыр. Сонда не, ол екеуінің шешесі осы әсем болып кетті ма? Ол екеуінің әкесі жоқ па? Ол екеуінің шешесі жоқ па? Басқа туған тосқан жоқ па? Сонда менің гипотезам, менің болжамым, рөлдер ауысып кеткен ба? Ол үлкен әпке емес, ол сол екі кішкентайына мама болып кеткен сияқты. Кейбір отбасыда сондай болады. Әкесі мен шешесі жұмыста жүреді, мына үлкен тұңғыш қызы 6-7 бала бар ма, соның бәрігіне мама болып кетеді, кейін өзі күйеуге шықпайды, күйеуге шықса да бала тумайтын болады. Не дегенде жек көріп кетті. Болды, кішкентай кезінен мынаның бәрін бағып, өсіріп шаршады мама болудан. Жарайды, оны қазірше жылап жатқан кезде оны қыстырмаймын, кейін тыныш болған кезде белемді іштен ойлап отырамын. Бірақ бағаналы бері мысалы мынау, жақшаның ішіндегі мынау, жақшаның ішіндегі мына жер, жақшаның ішіндегі осының барлығы білмедім, Зарина сізге көмектесті ма, бұның барлығын өзіңіз жаздыңыз ба? Өзіңіз жазсаңыз, онда мен сізді құттықтаймын, жақсы кәсіби психолог болуға ішкі қабілеттеріңіз бар. Не дегенде біз бұны эго-наблюдающий дейміз. Сіздің ішіңіздегі меннің бақылаушы бөлігі. Сіз бір жағынан өзіңіз оған жаныңыз ашып тұр, екінші жағынан соны сезініп, өзіңізді бақылап, оны кейін қағазға жазатын
мына жердегі ойлау жүйеңіз, ішкі мына жердегі қабілетіңіз жеткілік болып тұр. Кейін Көзін мына жерде жаздым. тағы да міне бақылаушы көзін жасын сүртіп, қалай болды, денесінде не өзгеріс, ойында не өзгеріс, сөйлемінде не өзгеріс, соның бәрін бақылап тұрсыз. Наблюдающий эго, мысалы, болашақ психоаналитикке өте керек нәрсе. Ар жағынан айтып жатыр. Ал мына анасы мұғалім, әкесі кәсіпкер дегенде, оны мына жерден алып, мына жалпы мәлімет, мына жерге қыстыру керек. Інісі мен сіңлісін осы жерге салу керек. Жарайды, енді бұл бірінші рет болған екен, сіз бізге түсіндіріп кетіп жатсыз. Мына сізде мына жерде тағы да Әсемнің ойын жазып жатсыз, оған параллель өзіңіздің де ойыңызды жазып жатсыз. Сонда болған жағдайды өзіңіз түсініп, мына жерде меңгеріп тұрсыз. Жарайды, әкесі туралы білдіңіз. Мына қызыңыз сіздің психоанализге келуге дайын болып тұр. Мысалы, осы Әсем сізбен жұмыс істеймін десе, сіз біздің психоанализ негіздері курсына түссеңіз, осыны өзіңізге клиент қылып алсаңыз болады. Мына сіз бары жоғы бір сөйлем ғана, мынанша минут оның бәрі әңгімені айтып тұр. Сіз қайтадан өзіңізді білмейтін шығарсыз, біз психоанализ институтының студенттерін үстіп үйретеміз. Болды. 2 сөз, 3 сөз осымен тоқтау керек. Ал көпшілігін ар жағын сіздің клиентіңіз сөйлеу керек. Міне клиент соның бәрін айтып жатыр, сөйлеп жатыр. Міне көрдіңіз бе, бағанағы мен айтқан проблема ертеме кеш өзі қайтып келеді. Міне енді осы жерде бағана көз жасы тыйылды, ашу ызасы басылып жатыр, ішіндегі мазасыздықтан тыныштыққа өтіп жатыр. Енді мен осы жерде кімге көбірек жаның ашиды емес, неге ініңіз бен сіңліңізге жаныңыз ашып тұр? Оларға сізден жақын адам жоқ басында. Осыны жерді біліп алатын едім. Сонда көп нәрсе бірдемені айтатын шығар. Ал енді ар жағын, уақытымыз азайып жатыр, ар жағын айтайын десем, бұл осы рөлді мен неге көрсетіп жатырмын. Бейсаналы түрде Әсем өзін папасының әйелі сияқты сезінетін сияқты. Бейсаналы түрде әрбір қыз, ол бірнеше жыл жалғыз қыз болды, тұңғыш қыз болды, әрине әкесіне жақын болды. Әкесі де балажан сияқты. Әлге дейін құшақтап, әңгімесін айтатын әке, балажан әке. Сонда ол соны бейсаналы түрде өзінің папасы емес, өзінің жұбайы ретінде, өзінің жұбы ретінде қабылдап жатқан сияқты. Сондықтан мынау інісі мен сіңлісі, ол інісі мен сіңлісі емес, ол папасы екеуі тапқан, ол мен қыз. Сонда мамасы қазір бұған керегі жоқ болып тұр. Сондықтан да бұның ашуы, бұның өкпесі, енді күйеуі бұны сатып тұр ғой. Күйеуі басқа қызға кетіп қалған болып тұр. Күйеуі басқа әйелге кетіп қалған болып тұр. Сонда енді бұған өмір керегі жоқ. Күйеуім кетіп кетсе, мені бала шағаммен, бір ұлымен, бір қызымен қалдырып жатса, мен қалай өмір сүремін? Ал бірақ осы жерінде ол ішкі қабілетімен өзінің шешесіне ұстап тұр. Мұғалім, ақыл тоқтатқан, саналы кісі деп сіз жазып жатсыз бізге. Бірақ мұғалім сынып кетті. Өзін өзі тоқтата алмады. Жарайды, больничный ала қойсын енді, қиын жағдай, сабақ беруге, күліп тұруға шамасы жоқ шығар. Бірақ жатып алып арақ ішті дегені не сұмдық? Ол мамасының эмоциялық, психологиялық күші жоқ. Ол әлсіз адам деген түсінік. Сонда ол күйеуіне тәуелді, тағы бірдеме тәуелді. Бірақ көрдіңіз бе, антидепрессант ретінде, ол қазір күйеуін жоғалтып тұр ғой. Сонда антидепрессант, психологқа барудың орнына араққа кетіп жатыр. Міне сіздерге маскүнемдіктің мысалы бір себебі. Көп еркектер, біраз әйелдер осындай жолмен маскүнем болып кетіп жатыр. Одан кейін жаңа сіздің Әсеміңіз өте ақылды, өте саналы қыз. Не дегенде, ана 22 жастағы қызға жаным ашып отыр дейді. Ішінде әділдік сезімі бар Әсемнің. Не дегенде мен 20 жыл әкемнің қасында өстім. Ол қыз бейшара қыз, ол әкесіз өсті деп оны түсініп тұр. Мен осы жерім тағы да бір кездескен кездерді, кейін кездескен кезде. Мен осы кішкентай тарадай нәрсесін таудай көрсетемін.
әділдік бар екенін, басқа сол қызға жаны ашығанын, қаламаса да бірақ ол да әкесінің тұқымы, екеуі бір рудан екенін, бәрібір сол ертең-кеш ана дастарханға бірге отыратынын түсініп тұр деп сол жақсы жағын көбейтіп Әсемнің өзін өзімен сәйкестендіріп қайтаратын шығармын. Білмедім, енді сіздің күшіңіз жетсе, Әсемнің ақыл санасы жетсе, бейсана деген құбылысты өзіңіз білсеңіз, бейсана деген құбылысты Әсем түсінсе, одан кейін мына жерде анаң әкеңді қызғану керек. Жарайды, ол заңды, ал бірақ сіз неге әкеңізді қызғанасыз? Ол тек әке ме, ол сізге ең сүйікті еркек па? Екеуіңіздің араңызда жылы қатынас болса, сенімділік болса, бейсана деген ұғымды екеуіңіз түсініп тұрсаңыз, осы жерде соны айтуға болады. Тағы да біраз кездескен кезде. Міне сіз осы жерде психоанализдің ұғымын, теориясын әлі білмей тұрсаңыз да, қыздың әкесіне деген махаббатын ешкіммен бөліскісі келмейтін деп сөйтіп түсініп тұрсыз. Бірақ мен бұны эгоизм деп айтпайтын едім. Ол жаңағы бейсаналы, әкесі емес, әкесі оның сүйікті еркегі. Оны сіздерге түсіндіру үшін тағы да әркімнің күйеуі бар. Қаны күйеуі бар адамдар, сіздің күйеуіңіз міндетті түрде әкеңіздің әйтеуір бір жерлерін қайталайды. Ойы бар, бойы бар, жұмысы бар, алақаны, білмеймін ғой, құлағы, әкеңіз қалқан құлақ болса, күйеуіңізді қалқан құлақ, сондай. Бірдеме. Кейде тек сыртқы емес, кейде бір ішкі қасиеті. Не дегенде біз көзімізді ашқан кезде ең сүйікті адамымыз, ол әйел, ол анамыз, оның артында кейін екінші сүйікті адамымыз, ол бірінші еркек ретінде біз папамызды жақсы көреміз. Сондықтан міндетті түрде, саналы түрде, бейсаналы түрде біздің күйеулеріміз, біздің әкеміздің әйтеуір бір қасиеттерін қайталайтын болады. Сонда әкемізге деген махаббатты әке ретінде қалдырамыз да, бірақ әкемізді біз еркек ретінде, жігіт ретінде жақсы көрсек, сол жағын енді өзіміздің күйеуімізге апарып жалмастырамыз, сонымен құшақтасып ары қарай кетеміз. Мынау тағы да бір әңгіме, басында інімге қызғандым мамамды деп. Не дегенде, ол көптен күткен ұл, бұлар қыз, ол ұл, әрине ұлды жақсы көреді, сонда ұл ретінде оны жақсы көрген кезде, мыналар бәлігі бала емес пе, жалпы қыз бала, ұл бала бәлігі бала емес пе? Әрине сонда ол қызғанып қалады. Бірақ енді біраз бұның жасы өсіп кетті, бұл 15-ке келгенде туылған інісі ғой. Сондықтан бұл жерде бұл соған бола қызғаныштан ертең өзінің қыз екенін ұмытып, ұл болғысы келіп кетеді деген қиындау шығар. Ал бірақ ана сіңлісін ойлану керек. Сіңлісі неше жаста болды, інісі туылғанда. Сондықтан сіңлісін енді екінші орынға қойып, інісін бәлігі көтеріп, бәлігі жақсы көріп кеткен кезде, мүмкін енді бұның сіңлісі өзін қыз емес, өзін еркек ретінде, жігіт ретінде, ұл ретінде ұстанатын шығар. Не дегенде мен ұл болсам, менің әпшуім болса, мына інімді қалай жақсы көреді, мені де солай жақсы көреді деп, мүмкін бұның сіңлісі сондай тәртіпте шығар. Сондықтан ертең ол сіңлісі лесбиян болып кетсе, осы жерден басталған деп білесіздер. Оны да кейін Әсем келсе, сіңліңді де бір психологқа апарып көрші деп бір айта алатын шығарсыз, Әсемнің сөзінен де түсінетін шығарсыз. Ал енді мен ойлаймын, мына сіздің қойған әдістеріңіз, енді сіз дәл сондай сезіндіңіз. Екеуіңіздің араңызда қазір жаныңыз, жүрегіңіз бірге лүпілдеп тұр. Сондықтан ол қыз сізге жоқ, апай ондай жасамаймын деп айтқан жоқ қой, сізді итерген жоқ. Бағана мысалы суыңызды ішпеймін деп тоқтатты. А мына жерде оған да келіп тұр. Енді бар білгеніңізді әйтеуір чем богаты, тем и рады деп бар білгеніңізді беріп тұрсыз. Жасай беріңіз. Әйтеуір үйттіңіз, әйтеуір бүйттіңіз, оның көңіл күйі міне. Сізге бағаны қойды ғой, көңіл күйім жақсы болды деді. Сол тек ол төс белгіге емес, ол сізбен отырғанда сессия аяқталғанына көңіл күйі жақсы болып, біраз жеңілдеп қалып жатыр. Жарайды, ал енді психоанализдің біздің сессияларға, супервизияларға көбірек келетін болсаңыз, кейін түсінесіз. Біз негізінен тек сөйлейміз, тек сөзбен емдейміз. Ешқандай ручка керек жоқ, қалам қарандаш керегі жоқ, ешқандай сурет керек жоқ. Суреттеп бергенде де сөзбен суреттеп беріңізші. Ал қандай эмоцияда болдыңыз? Сол эмоцияны суреттеп бер десем, қандай бояумен суреттедіңіз? Оның бәрі сөз, ешқандай қарандаш, ешқандай қалам ештеме жоқ мына жерде.
Жарайды, міне енді мына жерде ең күштісі Сайрановна, рахмет сізге. Міне осы жерде ол сессияны аяқтады. Өзіне керек нәрсені алды. Бірақ менің сізге сұрағым, осы сессияңыз неше минут болды? Айтыңызшы. Жаңа айттым ғой, ол кісі кішкене ертерек келді деп. Сағат 8-ге 10 минут қалғанда келді. Сағат 8-ге 10 минут қалғанда келді. Біз аяқтадық 9:20-да. 9:20-да. Өйткені ол айтты, менде жаңағыдай сабағым менде сол 9:50-де басталады деп. Сөйтіп айтты. Сол кезде мен 9:20-да. Я, сіз ол қызбен 90 минут жұмыс істедіңіз. Бұл 2 сағат. Академиялық 2 сағат жұмыс істедіңіз. Бұл өте көп уақыт. Әрбір студентпен үстіп 2 сағат, күніне 10 студентпен 20 сағат отырсаңыз, не болады кейін? Өзіңіздің хал ахуалыңыз қандай болады? Енді студент емес, енді шәкірттеріңіз, мектептегі оқушылар, бірақ олардың да осындай жағдайлар көп болатын шығар. Сондықтан өзіңізді аясаңыз, өзіңіздің эмоцияңызды, өзіңіздің жан саулығыңызды сақтайтын болсаңыз, 45 минут, 40 минут жетеді. Одан кейін тоқтатып, мысалы, мына жерде бір ортаға келгенде, бір жерде тоқтайтын шығарсыздар. Мысалы, осы жерде. Ал енді ертең осындай уақытта келе ғой, тағы да жалғастырамыз деп, мына жерде екінші сессияңыз кететін бет. Сіз өзіңізді аямай жатсыз. Жарайды, енді не түсіндіңіз? Өзіңіздің бұйымтайыңызға жауап ала алдыңыз ба? Ала алдым. Мен түсінгенім ең бірінші уақыттың маңыздылығын түсіндім. Мен былай ойлайтынмын, уақыттың маңыздылығы, 1 сағаттылық уақыт деп, және де өзімнің уақытым деп былай бөліспейтінмін. Былай айтқанда, шын кейде бар ғой, мен өзіме сырт көзбен өзіме қараған кезде слишком спасатель адамның несінде ролінде жүретінмін үнемі. Қандай жағдай болмаса, бірінші орынға сол адамның жанын қойып қою. Білмеймін, может, психологияның тым қатты фанаты болып кеткен сияқты. Мен 8-ші сыныптан бастап осы психологияны зерттедім, психолог боламын деп. Жан деген, жанның, адамның жанын зерттеу, жанын түсіну деген нәрсе маған бірінші орында адамның жаны болып тұрады. Өзімнің жанымды ұмытып кеттім. Тек бір клиент туралы осы жерде. Уақытты маңыздылығын түсініп Бүгін сессиядан не? Енді бағана қойған сұрақтар, осы қызға тағы да кездессеңіз, айтатын сөздеріңіз дайын ба? Осыған ұқсаған ұлдар, қыздар келсе, дайынсыз ба? Дайынмын. Окей. Бүгін материалмен бөліскеніңізге сізге рахмет. Мен ойлаймын, әріптестер көп нәрсе алды сіздің. Сіз енді үлгі бердіңіз, сіздің материалыңыз бәрілігіне сабақ болған шығар. Ал енді бір 3 әріптеске сөз. Өзіңізге қандай сабақ алдыңыз, қандай түйін түйдіңіз бүгін? Айта қойыңыздар. Қол көтересіздер, білесіздер біздің функцияны. Сөз алам дегендеріңіз. Раушан, айта қойыңыз. Маған бір ұнамаған жері жаңа Айгерімнің өзінің өмірінің өткен ситуациямен параллель жүргізіп, қызды тура солай қабылдағаны бір түрлі дұрыс емес сияқты көрінді. Қалған бәрі жақсы, көп нәрсе алдым өзіме. Психологтың өзін құрметтеу керек екен, өзінің уақытын бағалау керек екен. Раушан ханым, біз келістік қой. Ешқандай сын болмау керек. Сіз неден бастадыңыз? Бір дегені маған анау ұнамады деп. Сонда мен ойланып қалдым. Сіздің алдыңызға клиент келсе, бір дегені маған ана жерің ұнамайды деп айттыдан бастайтын шығарсыз. Мен сұрағым ондай болған жоқ қой, сізге не ұнамайды айта қойыңыз деп. Сіз не алдыңыз? Сізге не ұнады? Соны айтудың орнына Раушан байқаңыз. Сіз неден бастадыңыз? Бұл сіздің ойлау жүйеңіз. Онда ұжымның арасында, отбасыда өзіңіз даудамайға бір дегенін алып барасыз. Ұлдар сізге сөз. Ұлдар, бағанағы сізге айтатын, неге сіз светке қарап отырмыз, жарыққа қарап, бетіңіз қап-қара ма?
Көп тышқанға ұқса бір жерде отырсыз ғой. Раушан, микрофон. Кешіріңіз. Иә. Ұлдар, айта қойыңыз. Микрофон. Қай жерде отырсыз, қалай отырсыз? Міне сізге принцип здесь и сейчас. Айта қойыңыз. Біріншіден мен алған нәрсем, біз жұмысымызды қанша істесек те, жақсы көрсек те, әр нәрсенің өзінің шегі бар. Біз жаңағы тек психолог маман ғана емес, біз мысалға, біз әйеліміз, біз анамыз деген сияқты әртүрлі біздің функциямыз бар. Сосын уақытты дұрыс распределять ету. Жаңағы 1,5 сағат уақыт көп деп айтып жатырса, сол уақытты дұрыс қойып білу керек. Вообще негізі клиентпен қарым-қатынасты, ол мейлі, ол бар жоғы бәрібір, ол клиент, ол сол қарым-қатынасты дұрыс қоя білу керек. Ол қанша жан түсініп тұрсаң да, не істесең де, ол өйткені адамға бар нәрсе ресурс, ол өлшеп берілген жақсы. Тек арайлым. Қысқаша. Бұл неде сессияда маған ұнағаны психолог ханымның жаңағы курсқа жеткені, яғни келіп тұрған қыздың оған айтқан алғысы, яғни ол өзінің деген жеткені қатты. Окей, рахмет, Жадыра. Маған бастысы қызға көмек бере алғанына қуандым, шынымды айтайын. Ең бірінші, қыз кімге сүйенді, кімнен поддержка күтті, сол адам, мысалы, психолог Әйгерімнен көмек күтті, Әйгерім ханымнан, соншалықты поддержканы ала алғанына риза болып отырмын, психолог үшін. Окей, Назерке. Осымен тоқтаймыз. Назерке, микрофоныңызды көрмейсіз ба? Қай жақта отырсыз? Саламатсыз. Бүгінгі 2 супервизияға қатысып отырмын. Өзімнің тәжірибемде кездесетін мәселелердің сұрағын алдым. Сізге көп рахмет, және сіздің курсыңызға да жазылып қойдым. Бұйырса көп нәтиже көргім келіп отыр. Рахмет сізге. Өте керемет не өтті. Әріптестер, ойланайық, Зарина ханыммен бірге ақылдасыңыздар. Сол Зарина ханым арқылы мен сөз бергендей жаңа жылға дейін әр жексенбі күні супервизия өткізейін. Ал бірақ мен ойлаймын, ақша төлесеңіздер, өздеріңіз қызығушылығыңыз молынан болады, тереңірек кетесіздер. Сонда қазір байқасаңыздар, микрофонда өшулі болды, қолды көтеруді де үйрендіңіздер. Ана 100 адам тегін болған екен, біреудің баласын, біреудің итін естіп отырдық. Ондайға менің ашуым келеді. Ал тағы да қайталап өтейін, бізде жүйелі түрде өтетін супервизиялық топтар бар. Соған қосылам десеңіздер, Зарина ханым сізге көмектеседі. Одан кейін Зарина ханымды кейде түрткілеп отырыңыздар. Неше түрлі сілтемелер біздің басқа чаттарда жүріп жатыр. Психоанализдің жанкүйерлерінің 4-5 бәйтер біраз чатымыз бар. Содан сізге де керек сілтемелерді жіберіп тұрсын. Ал YouTube'дан менің каналымды тауып алыңыздар, Анна Кудиярова деп. Одан кейін психоанализ ассоциациясы деген екінші біздің каналымыз бар. Сол жерде неше түрлі видеоны көрсеңіздер, көп нәрсе білесіздер. Алғашқы 3 супервизияға қатысқан жоқ болсаңыздар, сол жерден тағы да супервизияны көріп алыңыздар. Ол жерде де сіздерге біраз сабақ болады. Ал енді кім материал дайындаймын десеңіздер, Зарина ханымға жазылыңыздар. Келгендеріңізге қуаныштымын. Қош, сау, саламат болыңыздар. Рахмет, Анна ханым.